осы сенің дүние құмарлығың ана қызыңа тараған. Сенен тараған сөз. Ответ қойшы. Осы сен қатын құмарлығың туралы мен ештеңе демеймін ғой саған. Аузыңды жабия болды. Ана қызға тәрбиені берген сен өзің сөйлесең алып шығамыз үйден. Ешқандай қалам деген әңгіме болмасын, жүр бол. Алып қашып кету деген не әңгіме болды екен? Ұялбастың, ұялмайсың ба? Мен саған осындай тәрбие бердім ба не? Байлық деп бөлесің ба, қайтесің? Заттарыңды жина, қайтамыз. Қайту? Күйеуіміз екен Дубайға кетіп бара жатырмыз. Тем более үйде енем бар, ұялсаңыздаршы. Түсінің ба? Енемен қоса бірге тыныштеп қойып қой. Ұялмай? Сен ұялу керексің. Біз не үшін ұялу керексің? Солай. Дорогая, что ж ты не сказала, что у нас гости? Я бы их встретила. Қыз қалам десе, қалсын. Құдағи, қалсын демеңіз. Қалыңдар деңіз. Я, өзіңіз жайлы айта отырсаңыз. Мен сол болашақ бағдарламасымен шетелде оқып, кейін дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылға барып, ауылда тұрғын үй бағдарламасымен үй алдым. Содан жұмыс бабымен осы қалаға ауысып келдім. Ендігі мақсатым сізбен бірге отбасы институтын құрып, 7-20-25 бағдарламасы бойынша үй алып, кейін сәби дүниеге келгеннен кейін сәби үшін шәкіртақы алғым келеді. Сіз елбасының тапсырмасы бойынша халық санын көбейтуге дайынсыз ба? Сіз сондай романтиксіз. Я, әрине келсем. Кешіріңіз, шөт жабасыз ба әлде оғанда мемлекеттік бағдарламаңыз бар ма? Я 10-ты жауап магистрлік шәкіртақым бар. Базар жақсы мемлекетке еркелеп алған жігіт екенсің, е? Қалың орман арасында ай. Дәурене мына бар ғой, үкімет бар ғой. Бізді тонап, қанап бітті енді. Бітті. Қарапайым халықты ойламайды. Мына өз таксовой жетіп жүргеніміз үкіметтің кесірі. Бізді ойламайды. Негізінде әрбір қазақ бір 200-ты міну керек. Тек қазір бар ғой, бірақ адамдар бір-біріне жан ашымайды. Не то что үкімет бір-біріне жан ашымайды ғой. Бұрында қандай еді? Біздің кез қандай еді десеш? Қандай еді? Қараңыздар, видео, темір жол, асфальттар, ақ кеткіш, жануар. Талғар, Мичурин, Талғар. Наңғырасы, шуды су басыпты. Адамдар станцияда қалып, кете алмай жатыр. Таксидің бағасы 15-20-нан ұрып тұр. Кеттік па? Досым, сен анда бағанаға айтқаныңмен сәйкес келмейді ғой. Барып көмектеспейміз ба? Таста 200-ты мінеміз, кеттік. Барлығына қарамайсың ба қызға? Алып қашып кету деген не әңгіме болды екен? Қазір ана еметрайын елжіреп қалсын деп қалма, түсіндің ба? Алып кетеміз болды. Киімдерін жинап бол, кетесің. Не әңгіме ол алып қашып кету деген? Айт. Апа, жоқ, қалам. Мынандай үйі бар жігіттен қалай айырылып қалар мен? Апа, қойыңыз. Мынау не айтты мынау? Анан бас тимей қалыпты ғой мынау. Айтпайсың ба сен маған? Ума, кетесің. Жүр. Жоқ, папа, тыңдашы. Қарашы, үй деген Ибрайым ғой. Күйеуім әкімшілік түсім жасайды. Бүкіл жағдайым жасайды. Кеше ғана маған бриллиант алып берді. Уже 2 күннен кейін Дубайға ұшамыз. Жоқ, папа, мен қалам. Мынаның есі ауысқан, айтайын маған. Сен неге жылап тұрсың, не бұл? Қызым, мен де мына үйде қалайыншы. I don't need expensive cars and expensive watches. You know, back in Africa, people do not have enough money for education. So I just send money back to Africa and build schools and football stadiums. Поступает много предложений с европейских клубов, но я патриот своей страны и буду играть за российский клуб. А за $1 миллион? Ну, я подумаю. Қазір зарплата күтіп жүрмін, родной. Зарплата түссе Турцияға періп қойын деп тұрмын. Шыжып кеттім, күнсіп кеттім. Ема, родной, заминде отыр. Надоел шығып кетті. Өтірік травмалы Францияға бар, демалып қайтамыз ба? Мен Бауыржан Исламхан, Қазақстан футболын қолдаймын. Қазақстан футболы болашақта өседі деген сенімдемін. Жасөспірімдерге сену керек. Сенім болса ғана Қазақстан футболы үлкен дәрежеге жетеді. Мен Әділет Темірұлы, сіздің жеке төлқұжатыңызды сұрағым келіп тұр. Дәурен Орынбасар. Біз сізді іздеп жүрміз ғой. Сіз 1 жыл бойы ешқандай ереже бұзбаған, скоро жол бағдарламасы бойынша ешқандай ереже бұзбаған үшін сізге керемет сыйақымыз бар. В честь этого мы дарим вам сертификат в сумме 200 000 тенге. Мы вас поздравляем. 200 000 сізге осы сертификат бойынша ақшаларыңызды алсаңыздар болады. Рахмет. Қатын, сразу айтып қойын, ертең 60 000 теңгесіне тұрап алам.
Қалай права аламын? Сенің праваң жоқ па не? Жоқ, оттай береді, бұл ішіп алған ғой. Бар права бізде. Ішіп алған? Ішіп алған жоқ, шектен жоқ. Жоқ, шектен жоқ. Вообще басқа сценарий бойынша осы жолы 16 күні сағат 16:00-де сіздерді сотқа шақырамыз. Все, оформляем. Мыңға келсейді. Менің түсінгенім, ер жігітке өмірде еш нәрсе оңайлықпен келген емес. Қазықтай болса да, қаның төгілуі қиналыс. Бірақ әрбір ауырлықтың артында жеңілдік бар. Қиындық жігітті шыңдайды, сені айналаң мойындай бастайды. Бастысы, қорқынышты жеңе білу. Бұл соған тұрарлық әрекет. Хиджама центр, -1 сантиметр, +1 еркек. Ауыртпай, сүннетке сай, кепілдікпен. Адик, ассалаумағалейкум, брат. Не, қалайсыңдар? Қалайсың? Ема танымай қалдым ғой, жасарып кәдімгі құлпырып кетіпсің ғой. Қойш, кәдімгі білініп тұр ма? Білініп тұр. Осы хиджама центрге келдім да, осы іші құрылыс тазарттым ғой, мен бүйрек, мынау асқазан, не бәрін тазарттым да. Оказывается, аурудың барлығы осы жерде екен ғой. Осыны тазарттым, бет әлбетін нұрланып, безеулерім кетіп, красавчик болып қалған ба? Баяғыда бет аузын безеу еді, қазір вообще күшті болып жасарып тұрсың. Біздің группалас Пахалек, Нұрландар білесің ғой. Қазып, тозып, бачыт, беттері, май болып жүрген еді ғой. Безеу вообще. Мен де солар сияқты болып жүрдім ғой. Қарасаңыз қалай жүрмін? Ана Бағдатта қарашы, өз-өзін вообще күтінбейді. Досым, енді бір жан дүниеңді тазартатын орталыққа барсаң, вообще дерзкий жігіт болайын деп тұрсың сен. Сен сондай жер ізде, мен барып ішімді тазартып келейін қазір. Қалай жан дүние? Сонда не етін келіп тұрсың? Дәурен бергенші. Ағза тазалау орталығы. Жан дүниеден басқа бәрін тазалайды. Қартайын ма, или денсаулығыңа сені алдың ба? Бірақ айранбайсың, A few moments later. Apex стоматологиялық орталығы. Кез келген жерде қорықпай сөйлей бер. Тісіңіз үшін біз жауап береміз.